Bir dosum бар еді, Мақсат деген. Бейшара өзі ауырады, ауруы жазылмайтын ауру, аутоиммунный, ешкім таппай жаңағыны. Сөйтіп жүріп, әйтеуір 6-7 жыл ма, 8 жыл жүріп бір үй салды. Сол үйге енді жинақтап, тернектеп, айлығынан жүріп, балаларынан жүріп, сөйтіп бір 1 миллион теңгеге газ кірем деп ақша жинап отпай ма? Өзі квартирада. Үйіне кіре алмай отыр, газ жоқ. 1 миллион ақшасын түйіп отқан кезде Инстаграмнан қажылық туралы реклама шығып қалады. Әйел екеуі бір-біріне қайта-қайта қарайды. Өткізіп береді, тағы бір қажылықтың рекламасы шығады. Бір-біріне бүйтіп қалады, деп қалады жаңағы екеуі. Газ ба, қажылық па деп. Сонымен бір кезде екеуі мынандай шешімге келеді ғой. Құдай берер. Көбіне шыдадық, енді тағы да шыдармыз. Умраға барып, Құдайдан тура қағбан түбіне барып сұрап келейік деп. Алла тағала қажылыққа барған адамды ешқашан мұқтаждық көрмейді деп айтыпты ғой. Барайық сояққа депті. Ақшаның бәрін төлеп тастадым дейді Жаке. Қалтада көк тиын ақша жоқ дейді. Мыналар умраға баратыр деген әңгімені қайын жұртқа жетіп қалған ғой. Содан Мәкен айтады, ойбай-ау, біраз уақыт болып еді, Каспий шықылдама қалды дейді. Каспий шықылдай бастады дейді бір кезде. Жарқ ете қалады. Өй деп ашып қалам 50 мың. Жарқ ете қалады 200 мың. Біреу кеп $500 сатып кетті дейді бір нағашым кеп. Бір кезде қарасам 2 күннің ішінде 1 миллионнан асып кетті дейді Каспийімдегі ақша дейді. Жаңағы жан-жақтан адамнан ақша түскен кезде Жаке дейді, мен әлі қажылыққа барған жоқпын дейді. Уже газдың ақшасы шығып тұр дейді. Газдың ақшасын үйге тастап, сөйтіп умраға келеді ғой. Сөйтіп мен осы жігіттің оқиғасын Инстаграмға салып жібермеймін ба? Қажылық өтеп болдық, 2-3 күннен кейін бір кісі жазады, ойбай Жаке, сізден осыны ролик көріп қалдым. Қазтрансганза істейтін бір отделдің бастығы едім. Айта беріңіз. Ойбай, мен сол жігітке тегін газ кіргізіп берейін деп едім. Сондай бір ниет қойдым мен. Ойбай, ана жігітке звондасам, әйел екеуі қайта-қайта жылап қалады ғой. Алланың сонша нығметі бізге бұйырыпты ғой. Ойбай, біз күткен жоқпыз бұны. Құдайдан біз газ сұрамап едік. Құдайдан басқа нәрсе сұрап жүредік біз. Екеуінің қуанышын қарасаңыз, әйел екеуі қайта-қайта жылайды жаңағылар. Біздің сынағымыз осы жерде ағайындар. Сен Құдайдың сөзіне қаншалықты иман келтірдіңсің? Сен Аллаға қаншалықты сенесің? Біздің сынағымыз осы жерде ағайындар. Қалтасында көк тиын қалмай, бүкіл ақшасын Алла жолында деп салып жіберді. Сөйтіп еді Алла одан 2 есесін қайтарып берді. Газын тегін кіргізіп берді еще. Бастығын звондатып қойды Құдай маған. Бастығы звондап отыр газдың маған. Тегін кіргізіп берейін сол балаға деп.